Қазақстанның болашақ тұңғыш академигі Қаныш Сәтбаев Таисия Кошкина мен Томск технология институтының студенті болып жүрген кезінде танысқан. Ол кезде олар бұл қатынастардың қайда келерін түпкілікті түсінбесе де, өздерін керемет істер күтіп тұрғанына кәміл сенді. Өткен ғасырдың 20 жылдары Сібір Афинасы деп аталған Томск институтында оқыған Қазақ ССР ғылым академиясының тұңғыш президенті Қаныш Сәтбаев пен Совет одағының тұңғыш әйел геологы Таисия Кошкинаның қарым-қатынастарының қалай өрбігені туралы Қазақстан тарихы порталында көлемді мақала жазылды. Тау-кен факультетінің геология бөліміне оқуға түскенде Қаныш 22-ге аяқ басқан еді. Павлодар уезінің Баянауыл ауылынан шыққан бала үшін асқақ арманына жету оңай болған жоқ. Ол ауыл мектебінен бастауыш білім алып, кейін Павлодар училищесінің 2 класын бітірген. Оны одан әрі гимназияда оқытуға отбасының мүмкіндігі болмаған. Ағасы Әбекей Зейнұлы Сәтбаевтың ақылымен Қаныш Семейдегі мұғалімдер гимназиясына оқуға барады. Осы жерде ол гимназияда лаборант болып істеп жүрген Таисиямен танысады. Бірақ туберкулездің қабынуына байланысты Қаныш Семейден кетуге мәжбүр болады. Таисия Қаныш Имантайұлы оны осылай атаған. Алдына нақты жоспар қоя алатын қыздар қатарынан болған, әрі жастайынан геолог болуды армандаған. Оның шыққан тегі туралы метрикалық кітаптан білуге болады. Кітапта оның көпес Алексей Федорович Кошкин мен оның заңды әйелі Фелицита Васильевнаның қыз екені жазылған. Қаныштың әкесі Имантай Сәтбаев сауатты кісі болған. Ол 3 жыл Омбыдағы медреседе оқып, парсы, араб және шағатай тілдерін игерген. Сол жерде Шоқан Уәлихановпен танысып дос болған. Имантай Сәтбаев қазақ фольклорын жинаушылардың бірі. Туған өлкесі Баянауыл тарихының білгірі болған. Білімге деген құштарлық балаларына да берілген. Қаныш 2-де болған кезінде анасы Әлима қайтыс болып, оны әкесінің бәйбішесі Нұрым тәрбиелеп өсірген. Ата-баба дәстүрі бойынша Имантай кіші ұлына көрші ауылдың қызын айттырып қояды. Ол Смағұл ақсақалдың Шәрипа атты қызы еді. 1920 жылы олар мұсылманша неке қияды. Ал 1921 жылы олардың тұңғышы Ханиса Қаныш қызы Сәтбаева өмірге келеді. 21 жасында Қаныш Сәтбаев халық судьясы болып сайланады. Ол ауылдарды көп аралайды, жерлестерінің ауыр өмірімен танысады. Бірде Баянауылға Томск технология институтының профессоры Михаил Усов емделуге келеді. Атақты ғалыммен сөйлескен сайын Қаныштың бойында білімге деген құлшыныс арта түседі. Ол Павлодар ревкомынан өзін қызметтен босатуды сұрап, Томскіге кетеді. 1926 жылы Қаныш Сәтбаев дипломдық жұмысын қорғап, Қазақтан шыққан тұңғыш тау-кен инженері болады. Сол жылдың жазында тағы бір маңызды оқиға болады. Ол өмірін Таисия Алексеевна Кошкинамен байланыстыруға шешім қабылдайды. Бұндай шешім қабылдау оған оңайға соқпады. Өйткен ауылда бұны Шәрипа тосып жүрген. Қаныш пен Таисияның арасында қарым-қатынастың қашан басталғанын дөп басып айту қиын. Дегенмен Қаныш Имантайұлының хаттары бұл сезімнің жылдам өрбігенін көрсетеді. Қымбатты Таисия, Семейде сіз болмаған соң көңілсіз жүрмін. Сүреңсіз мезі күндер өтер емес. Сан алуан ой кешіп, жападан жалғыз жабыққан жаным. Сізді ойлаған сәтте ғана бір уақ жай табады. Тәңір бізді жолықтырып, өзіме сіздей жан серік тапқаныма кәміл сенімдімін. Сол себепті қуанышқа толы, һәм шексіз ризалық сезіммен алдағы өмірге зор үмітпен қарап отырмын. Біздің сүйіспеншілігіміз шұғыл туып, бірден бекем негізге ауғанына мен таңданбаймын. Сол да біздің жаратылысымыздың өзара жақындығына дәлел емес пе? Бұдан көп бұрын алғаш танысқанда мен сіздің қарапайым нышаныңызға, биязы қылығыңызға таңғалып едім. Сөйтіп, сізді әбден танып білуден соң өзіңізге мәлім шешімге келдім. Сізге мен бір ғана шарт қоям, есіңізде болар.
оны орындау қиын емес. Сонымен Тася жеребе тасталды. Біз ала жіптен аттаған адамдарымыз. Сол тек бақытқа бастағай. Сүйемін, өзіңіздің Қаныш. 29 маусым 1925 жыл. Қаныш Имантайұлы айтып отырған бір ғана шарты өз отанында тұру. Бұл туралы ол басқа да хаттарында айтады. Қымбатты Тусинка, мен қазақпын. Жаратылысымда, жанымда қазақы. Ой түсінігім бойынша да қазақпын. Алдағы өмірімді тек қана туып өскен Қазақстанда өткізбекпін. Бұл жолда ай сәулелі армандарға беріліп, асқақтаудан адамын. Сондай-ақ сөзсіз кездесер қиыншылықтардан да алабөтен безінгім келмейді. Жан тыныштығында шат-шадыман тұрмыстан гөрі рухани күреспен өткізгенді жөн көрем. Сол үшін де қажет болса тұрмыстың жайлы күйтінен бас тартып, Қазақстан қиырын кезіп кетуге әзірмін. Қызда ол туған далада жұмыс істеуге қарсы емес еді. Бірақ Қаныш пен Таисия тек бірнеше жыл өткеннен кейін ғана бірге тұра бастайды. Айта кету керек, Томск технология институтын бітіргеннен кейін Қаныш Имантайұлы Атбасар Цветметке кетеді де Таисия Алексеевна Семейге келеді. Бірақ ол бірден геолог болып жұмысқа тұрып кете алмайды. Семей мұғалімдер семинариясында жұмыс істейді. Кейін Қызылордаға қызметке тағайындалады. Қаныш Имантайұлының Таисияға жазған 50-ден астам хаты сақталған. Тек жылдар өткен соң ғана отбасы жәдігері болып сақталып келген хаттарды туыстары Геология ғалымдары институтының мұрағатына өткізген. Қымбатты Сәулеш, түпнұсқада Сәулемчик. Сіздің хатыңызды алдым, онда менен ұзақ уақыт хат алмайтыныңызды жазыпсыз. Сіздің хаттарыңызға мен мұқият жауап берем. Ендеше менің хаттарым сізден келетін хаттардың жиілігіне байланысты. Сіздің Тұрланға бару мүмкіндігі туралы хабарыңызға шексіз қуаныштымын. Сіз Қызылордада тоқтамайсыз ба деп қорқам. Сәулемчи, тезірек келіңізші. Имандай шыным, құсадан өлем. Егер Тұрланға баратын болсаңыз, 3 күн міндетті түрде Қызылордада болыңызшы. Мен сізді бәрібірде жібермеймін. Жыламсыраған хаттарым үшін қатты ренжи көрмеңіз. Бірге өмір сүре бастасақ, мен ешқашанда жыламайтын болам. Таисия Кошкинаның Қаныш Сәтбаевқа жазған хатынан. 1927 жыл. 1928 жылы Қаныш Сәтбаев Қарсақбайға жұмысқа келеді. Онымен бірге Таисия да келеді. Жезқазғанға барғым келмегені есімде. Бәрі де үрей туғызатын жартылай шөл даланың ауыр климаты, ғылыми орталықтардан алыстығы. Бірақ қобалжулар тек қобалжу болып қала беретін. Бару қажет болды. Қарсақбай кентіне ең жақын Жусалы станциясына дейін 400 километр болатын. Діттеген жеріңе не түйемен, не бағыттас жүк машинасымен ғана жетуге болатын. Ең бастысы күтпеген қуаныш, біз күткендей бөлмемес 2 бөлмелі ас үйі бар тұтас пәтер берді. Таисия Сәтбаеваның естеліктер кітабынан. Қаныш пен Таисия тұрған үй 6 бөлмеден тұрды. Оның бір бөлігінде Сәтбаевтар отбасы Таисия Алексеевна, Таисияның анасы Фелицита мен оның әпкесі Муся. Ал екінші бөлігі геологиялық қызметке арналды. Қаныш Сәтбаев үшін Жезқазған игерілмеген тыңдай еді. Ол бірден геологиялық қызметті ұйымдастырумен айналысып кетті. Аз уақыттың ішінде Сәтбаев бұл жерде пайдалы қазбалардың бай кен орны бар екенін ұғады. Ол Жезқазғанды мыстың әлемдегі ең бай провинцияларының бірі деп атайды. Көптеген марғасқа геологтар оның жоспарларын құр фантазия, ал кен орнын келешегі жоқ деп санайды. 1928 жылдың 16 қыркүйегі шарпыма пеш жағылып, бір айдан кейін алғашқы Қарсақбай мысы алынады. Сәтбаевты Жезқазған геология барлау кеңсесінің бастығы етіп тағайындайды. Дәл осы кезде Қаныш Имантайұлы екеуміз белгісіз дифтериядан, тұңғышымыздан айырылған едік. Мен өзім цингамен ауырдым.
бірақ бәріне де ауыр болды. Таисия Сәтбаеваның естеліктер кітабынан. Ашаршылық жайлаған 30-шы жылдары Қаныш Имантайұлы Баянауылдан Қарсақбайға үлкен қызы Ханиса мен жиені Зинатты көшіріп алады. 1934 жыл Таисия мен Қаныш Сәтбаевтардың тағдырында шешуші жыл болды. Осы жылы СССР ғылым академиясы Мәскеуде үлкен Алтай мен үлкен Жезқазған бойынша сессия ұйымдастырды. Сессияда Сәтбаев та Таисия Алексеевна да мінберден сөз сөйледі. Таисия Алексеевнаның ерекше еңбегі электрондық құралдардың бөлшегін дайындауға және басқа металдарды коррозиядан сақтауға қажетті сирек кездесетін рени металын ашуы. Осы жаңалық үшін ол қайтыс болғаннан кейін 1977 жылы СССР геология министрлігінің Жезқазғанда рени кенін тұңғыш ашушы дипломы мен медалі беріледі. Сталиндік қуғын-сүргін жылдары одақтас республикалардың көптеген мемлекеттік қайраткерлері қуғын-сүргінге ұшырағандары рас. Солардың ішінде Сәтбаев та болды. Қаныш Имантайұлына жала жабылып, іріткі салды, Жезқазғанның кен қорын біле тұра асыра айтты деген айыптар тағылды. Қаныштың туған ағасы Ғазиз, аталас туыстары Әбдікәрім мен Әбікейді 1937 жылы тыңшы деп айыптап, соттап, атып тастайды. 1937 жылы Сәтбаев дәлелденген Жезқазған мысының есепке алынған қоры мен оның халық шаруашылығындағы маңызы барлық тексеріске төтеп береді. Жезқазғанды дамыту мәселесі саланың жұмыс жоспарына енгізіліп, 1938 жылы Жезқазған комбинатын жобалау және құрылысқа дайындық туралы үкіметтің шешімі қабылданады. Бұл кезде мыстың жалпы қоры бойынша Жезқазғанға еліміз түгілі әлемде тең келетін ешкім жоқ еді. Бұл Сәтбаев пен оның мүдделестерінің жеңісі еді. Көп уақыт өтпей Қаныш Имантайұлына СССР ғылым академиясының қазақ филиалын басқаруды ұсынады. Бұл дегеніміз Жезқазғанмен қоштасуды білдіретін. Соғыстың басталуы Сәтбаевтың Алматыға ауысуымен тұспа-тұс келеді. 1942 жылдың жазында ол Геология ғылымдары институтының директор болып тағайындалады. Көп уақыт өтпей СССР ғылым академиясының қазақ филиалы президиумының президенті болады. Соғыс жылдарында геологиялық кеңес 350 экспедиция жасаған. Темір, боксит, асбест, түсті және сирек кездесетін металдардың ірі кен орындары ашылады. СССР ғылым академиясының қазақ филиалының жұмысына Қаныш Имантайұлы соғыс жылдары Алматыға эвакуацияланған ірі ғалымдарды шебер тарта білді. Олар филиал кадрларын тәрбиелеуге, ғылымның барлық саласында мамандар даярлауға көмектесті. 1946 жылы ел үкіметі Қазақ СССР ғылым академиясын құру туралы шешім шығарды. Қаныш Сәтбаев тұңғыш қазақ академигі атанып, әлемдік ғылымның көрнекті ғалымы ретінде мойындалды. Небәрі 47 жаста еді. Сәтбаевтың беделі мен атағы оның жаулары мен күндестеріне тыныштық бермеді. Қаныш Сәтбаевқа ғылыми кадрларды таңдаудағы қателіктерін көрсетіп, Қазақ СССР ғылым академиясын космополиттер мен буржуаздық ұлтшылдармен толтырды деген айыптар тағылады. Сәтбаевқа қатаң сөгіс жариялап, жеке ісіне кіргізеді. 1951 жылғы 23 қарашада Қазақстан Компартиясы бюросының жабық отырысында ол академия президенті лауазымынан босатылады. Болған оқиғалар Қаныш Имантайұлының денсаулығына қатты әсер етеді. Кисловодскіде емделіп келіп, Мәскеуге қайтып оралып, ол Сталинге хат жаза бастайды. Іспен танысқан Сталин Сәтбаеву верит, от партии не отдалять деп кесімін айтады. Қаныш Имантайұлы Алматыға қайта оралады, оны геологиялық ғылымдар институтына директор лауазымына тағайындайды. 1955 жылдан бастап ол қайтадан Қазақ СССР ғылым академиясын басқарады. Ол өзінің бар білімін, бар күш қуатын металл гендік болжау карталарын жасауға жұмсады.
Оның сол жылдардағы тағы бір бастамасы 20 ғасырдың ең ірі жобасы Ертіс-Қарағанды каналы. 60 жылдардың басында академик Сәтбаевтың денсаулығы күрт нашарлап кетеді. Дәрігерлер оның өмірі үшін алысып, тіпті шетелге барып емделуге ұсыныс жасайды. Одан Сәтбаев үзілді-кесілді бас тартып, менің жерлестерім Алматыға жете алмайды. Егер мен шетелге барып емделсем, олардың көзіне қалай қараймын дейді. Қаныш Имантайұлының өмірінің соңғы күндері туралы Таисияның жазбалары арқылы білеміз. Ол осынау қайғылы күндері не болғанын бәрін жазып отырған. Оның соңғы жазбаларының бірі былай дейді: бүгін ол жақсырақ. Ол аздап сумен бірнеше қасық кисель ішті десе, соңғы жазбасында есін жимастан 31 қаңтар сағат 5-те қайтыс болды дейді. Атақты ғалым 1964 жылдың 31 қаңтарында қайтыс болды. Сол жылдың күзінде Сәтбаевтардың қызы Мәриям өмірден өтеді. Орын алған жағдайлардан кейін өз-өзіне келгесін Таисия Алексеевна Сәтбаевтың еңбектерін баспаға дайындауға кіріседі. Ол академиктің мұрағатын сақтаушы әрі редакторы, оның еңбектерінің 5 томдығын, библиографиясын, замандастарының естеліктер жинағын жасаудың, Қарсақбай мен Баянауылдағы музейді құрудың бастамашысы болды. Ол тұңғыш қазақ академигінің бейнесін мәңгі есте қалдыру үшін белгілі ғалымдарға, мүсіншілерге, жазушыларға жүздеген өтініш хат жазды. Қаныштың есімі ұмытыла бастаған жылдары Таисия Алексеевна қатты ауырып жүрсе де, естеліктер кітабын жазуды тоқтатпады. 1976 жылдың 6 сәуірінде Таисия Алексеевна өмірден өтеді. Таисия Алексеевнаның еңбегі құр кеткен жоқ. Қаныш Сәтбаевтың атында Алматы мен Екібастұзда институттар, Қарағанды облысында қала мен Баянауыл ауданында ауыл бар. Оның атымен Қазақстанның бірқатар көшелері, минералдар, мұздық, өсімдік сұрыптары, тіпті астероидта аталған. Оның құрметіне Томскіде де ескерткіш қойылған.